Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті 8-ші сынып. Көркем әдебиет және эпикалық сарын. Сабақтың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңін өңдеу. Оқу мақсаты шығармадан алынған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазу. Сабақ мақсаты шығармадан алынған үзінділерді қайта өңдеп, дәлелді креативті жазады. Бағалау критерийі шығармадан алынған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазады. Оқушылар, олай болса, ой түрткі сұрағына жауап беріп көрейік. Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңінде жастарды неге абай арқылы түзеткісі келеді? Өз жауабыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Шәкәрім қазақ ақыны, ойшыл, композитор, аудармашы. Әкесіне жастай жетім қалып, немере ағасы Абай Құнанбайұлының қолында тәрбиеленген. Бұл жағдай Шәкәрімнің дүние көзқарасының қалыптасуына, ақындық шеберлігінің шыңдалуына зор әсер етті. Шәкәрімнің жастарға атты өлеңінде жақын ағасы Абайдың биік ақыл-ой парасатын, білімін, халыққа болашаққа жол сілтеуші ретінде ерекше бағалап түсінгенін көреміз. Оның кемеңгер даналығына бас иеді. Одан үлгі алуға, өнеге, ғибрат тұтуға бүкіл қазақ жастарды шақырады, үндеу айтады. Мысалыға, білімді сол кісіден ізденелік, әдейі іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмастық өнер үйрет, ақылыңды аяма бізге делік. Өмірдің шамшырағы, жарық жұлдызы бар қазақ үшін ұлы тұлға болатынын көрегендікпен дәл болжай білген. Оқушылар, олай болса, енді тапсырмаларды орындайық. Өлеңді оқи отырып, өлеңде баяндалған оқиғаға өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Ақын неліктен жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалын алық Абайға жүр баралық дейді. Тапсырманың дескрипторлары өз көзқарасын білдіріп жазады, өлеңдегі оқиғаны сипаттайды, кемшілігі мен артықшылығын бағалайды. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Сендерден белгі нен қалар, жемтігін жеген жем қалар, ақылы дария Абайдан, таусылмас қоры кен қалар. Абайдың сөзін ұғар замандасы болмағанына қиналып, ендігі сенері біз деген пікірде болып, жастардың көкірегін ілім, білімге толтыруды қалаған Шәкәрім қажы Құдайбердіұлы, заманының заңғар тұлғасы Мұхтар Әуезовтің Абай ақындығының айналасы деген мақаласында атап көрсеткен ізін жалғастырушы Шәкәрім болғандықтан, оның Абайға бір табан жақын жүргені жоғын іздеп, Абайдан іздеп, үлгіні Абайдан алғаны сөзсіз. Шәкәрімнің Абайдың шәкірті бола жүріп, даңғыл жолға жастарды бастамауы һәм өнеге көрсетпеуі мүмкін емес еді. Бір қызығы, арадан бір ғасыр астам уақыт өтсе де, оның бұл өлеңі қазіргі кездің жастарына да арналып тұрғандай. Абайды таныған, Абаймен жаны үндескен адамның әрдайым іздегенін Абайдан табатыны анық. Себебі. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма. Өлеңдегі көтерілген мәселеге байланысты келісу, келіспеу эссесін жазыңыз. Бұл өлеңде көтерілген мәселелер қазір өзекті бе? Ұсынылған тақырыптан ауытқымай, ой жүйелерін сақтап, көтерілген мәселе бойынша өз ұстанымыңызды анық көрсетіп, келіспеу, келісу себептерін дәлелдеп, эссе жазыңыз. Оқушылар, олай болса, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз нұсқаңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер.
Тақырып: бұл өлеңдегі көтерілген мәселелер қазір өзекті деп санайды. Бұл оймен келісесің бе, әлде келіспейсің бе? Эссені жазу барысында жауаптың бірін таңдау керек. Келісемін, не болмаса келіспеймін. Таңдаған жауабыңа сай ойыңды дәлелдеп шығасың. Егер келіссең, келісетініңді, ал келіспесең, онда келіспейтініңді дәлелдеп шығасың. Келісу, келіспеу эссесінің жазылу үлгісі. Кіріспе бөлім. Бұл өлеңде көтерілген мәселе деген оймен толықтай келісемін. Негізгі бөлім. Келісудің, келіспеудің бірнеше себебін көрсетеді. Оны тақырыптық сөйлем деп атайды. Тақырыптық сөйлем деген идеяның қысқаша мазмұны. Берілген идеяға толығырақ тоқталып, не айтқың келетінін нақты түсіндіру керек. Яғни көзқарасыңды білдіресің. Көзқарасыңды растайтын аргументтер келтіріледі. Қандай да бір көзқарастың шынайылығына сендіру үшін өмірден, әдеби шығармалардан мысал келтіреді. Біріншіден, екіншіден деп мысалыңызды жазасыз. Қорытынды бөлім. Кіріспедегі ойды өңдеп жазу және негізгі бөлімдегі екі дәлелді қорытындылайсыз. Қорыта келе, қорыта айтқанда деп қорытынды бөлімді бастап жазасыз. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болсақ, бүгінгі сабағымызды бекіту сұрақтарымен аяқтайық. Оқушылар, жастарға өлеңде ақын жастарды адам мінезінде қандай кемшіліктерден аулақ болыңдар дейді. Өлең соңында ақын қандай байламға келді? Өз ойларыңызды тұжырымдап айтыңыздар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жаздыңыздар. Олай болса, қосымша тапсырма ретінде сабағымызға Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңін жаттап алыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше, қош, сау болыңыздар.